Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен қаламқас. Бүгін керемет, өте дәмді, ауызда еритін печеньенің рецептімен бөлісемін. Печеньеміздің ең басты заты осы начинкасына қосылатын жаңғақ, яғни жаңғақтан жасалынады. Құрамына қажетті заттар: оның бөлме температурасындағы сары май, қамыр қопсытқыш, қант, жұмыртқа, қаймақ және де грек жаңғағы қажет. Ал ендеше печеньемізді бастайық. Алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Жақсылап ұнымыз бен майымызды араластырып аламыз, яғни крошка жасап аламыз. Ұнымыз бен майымызды осылай жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды, қантымызды және де қаймақ, үстіне қамыр қопсытқыш саламыз. Енді жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, печеньеміздің тестасы дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып иленді. Енді печеньеміздің арасына салмасын дайындаймыз. Осылай мен жаңғақты алдын ала үстіне қантты салып жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, печеньемізді жасаймыз. Қамырымызды осылай сопақша, колбаски тәрізді қылып домалатып аламыз. Сосын бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мінекей осылай мен көз мөлшерімен бөліп жатырмын. Егер де сіздерде қараңыз болса, қамырларымызды осылай домалақ пішінге келтіріп алдық. Енді оқтаудың көмегімен қамырларымызды жаямыз. Салмамыз шашылып кетпеу үшін осылай сыңқырайып орамыз. Мінекей, дәл осылай печеньелерімізді жинап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Ішіндегі салмасын осылай қаттырақ қысып ораңыздар. Шашылып қалмауы керек. Мінекей, осылай жинап шығамыз. Печеньелерімізді осылай жинап алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Жаңғақ қосылған печеньеміз дайын болып шықты. Осылай өте әдемі, аппетитный болып шыққан. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Дәмді, тойымды печенье. Мінекей, арасы осылай болып шықты. Песочный тесто үгітіліп тұр, мінекей, қамырын өзі.
Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп өтіңіздер.